Дроперлік дегеніміз, егер де қарапайым тілмен айтатын болсақ, бұл қылмыскер мен жәбірленушінің ортасындағы делдал. Яғни дропер ол өзінің картасына ақша түсіру арқылы және ол ақшаны басқа алаяқтар болсын, немесе қандай да бір жеке тұлғаларға, үшінші тұлғаларға қандай да бір мүліктік сипаттағы пайда үшін жіберу деп заңда нақты көрсетілген. Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 232-де бір бабына сәйкес дроперлік үшін қылмыстық жауапкершілік қарастырылған. Бұл жерде қылмыстық жауапкершілік жаңағы істеген іс-әрекеттің сипатына және қоғамға келтірген зиянына байланысты бұл жерде 160 айлық есептік көрсеткішке дейін басталып, жазаның ең жеңіл жазасы және 7 жылға дейін бас бостандығынан айыру қарастырылған. Адамдар дроппер болғанын кейде өздері де білмей қалады. Егер Telegram немесе Instagram арқылы аз уақытта көп ақша табуға шақыратын жұмыс болса, одан секемдену керек. Өйткені дропперлікке тартудың бір жолы осы. Сондай-ақ картасының бұғатталғанын айтып, ақша аударуды сұрап, оған сыйақы ұсынса, бұл да күдік тудыратын жайт деп қараған абзал. Немесе кенеттен картаңызға ақша түсіп, сосын бөтен адам қате аударылды. Басқа шотқа жіберші деп өтінетін болса, бұдан да сақтану керек. Мұның артында алаяқтыққа тарту көзделген болуы мүмкін. Сондықтан картаңызды, ЖСН немесе есеп шотыңызды ешкімге бермеңіз. Аударып берші деген ұсынысты елемеңіз. Күмән туындаса, банк пен полицияға хабарласып, ондай ұсыныстың скриншотын сақтаңыз. Осылайша дропперліктің алдын алуға болады. Қанша жерден бұл хабарлап жатқанның өзінде де азаматтар мысалға өздерінің карталарын немесе жеке деректерін үшінші тұлғаларға немесе аз-маз таныс азаматтарға беріп жатады. Бұл әсіресе мына жастар тарапынан көп орын алып жатады. Сол себептен қылмыстық жауапкершілікке тартылмас үшін ешқандай картаны немесе сіздің шотыңызға түскен ақшаны жаңағы шешіп беріңіз, немесе жаңа қателесіп жібердік сізге ақшаны деген сияқты басқа нөмірге жібере салыңыз деген сияқты операциялардан аулақ болу керек. Бұлай қарап тұрсаң, тек қана жаңағы карточканы бере салу қылмыс емес сияқты. Бірақ та қазіргі таңда бұлған қатаң жауапкершілік қарастырылып отыр. Банктер дропперлерді мұқият бақылайды. Олар бірдей сомадағы бірнеше аударымдарды, қысқа мерзімде жасалған транзакцияларды және күмәнді әмияндармен байланыстарды анықтайды. Егер күдікті әрекет байқалса, банк қызмет көрсетуді уақытша тоқтатып, құжат пен түсініктеме сұрайды. Сонымен қатар, банк тек сырттан түскен ақшаны ғана емес, сіздің қаражатыңызды да бұғаттай алады және құқық қорғау органдарына хабарлайды. Оларды қара тізімге қосуы да мүмкін. Дроппер